Мен тыныштықты жақсы көретімін. Көп сөйлегенде емес. Әсіресе сезім туралы дау-дамайды. Үндемеген адам жеңіледі дейді ғой. Мен бұған дейін соған сеніп келдім. Үнсіз адам әлсіз деп ойлаушы едім. Бірақ бүгін мен бір ақиқатты түсіндім, үнсіздік кейде ең мықты қару. Біз отбасылық өмірді әркім әртүрлі елестетеміз. Мен үшін отбасы сенім, тыныш үй, иіс су емес, күйіп тұрған махаббат емес, жай ғана бір адамның жаныңда бар екенін білу. Ертеңгі шайды бірге ішу, қолыма түскен нанның соңғы тілімін бөлісу. Қарапайым нәрсе. Бақыт сол емес пе? Бірақ бақыт үнемі тыныш келмейді. Ол көбіне шындықты көрмейтіндерге ғана жымияды. Мен де солардың қатарында болдым. Ержан менің күйеуім. Бір қарағанда салмақты, ақылды, байыпты жігіт. Әр сөзін ойланып сөйлейтін. Жұрт қызығатын тип. Енемізде жаман адам көрінбейтін. Сыпайы, мәдениетті, бір қарағанда мысалы келіндер армандайтын ене. Бірақ кейде тым сыпайылық шынайылықтың жоқтығын көрсетеді екен. Мен алғаш күдіктенген күнім есімде. Ол күн көктем болатын. Терезеден жаңбыр тамшылары ағып жатты. Үйде жалғызбын. Ержан жұмыста. Енем де өз үйінде. Сол сәтте телефон безілдеп қалды. Телефон стол үстінде тұр еді. Ержан телефон қалдырып кетпейтін әдеті бар, ал бүгін ұмыт қалыпты. Мен ашпайтын едім. Қызықтан емес, сенімнен. Бірақ дауысы шықты. Жаным, бүгін кешке дайынмын. Сенің дауысыңды сағындым. Жүрегім шым ете қалды. Саусақтар мұздап кетті. Телефонды қолыма алып қарадым. Хабарламада есім көрсетілмеген. Тек жүрекпен кездесейік белгісі. Мен ашпадым. Жай ғана экранды жауып қойдым. Өйткені сол сәтте миыма бір ой келді. Егер бір қателік болса, егер бұл түсіндіруге болатын жағдай болса, мен әлі сендім. Әлі күмәндандым. Әлі күйеуімнің мен білетін адам болғанын қалай бердім. Бірақ сезім алдамайды. Ашылмаған хабарлама жүректі ең қатты ауыртады. Содан бері мен байқамағандай жүрдім. Шай қайнаттым. Күліп сөйлестім. Оның көзіне қарап жылы сөздер айттым. Ол да солай. Бірақ мен енді әр қимылына мән бердім. Телефонды сүзгідей бақыладым. Даусының өзгерісін тыңдадым. Бірде ол кешігіп келді. Сағаты 10-нан асып кеткен. Үйге кіргенде шашында әйел әтірінің иісі бар еді, менің иісіме ұқсамайтын. Жұмсақ, тәтті, жас иіс. Мен үнсіз ас әзірледім. Ол үнсіз жеді. Үстел үстіндегі қасықтың сыңғыры үйіміздегі жалғыз шындық сияқты еді. Түнде ол ұйықтап жатқанда мен ояндым. Қасында жатсам да өзімді жалғыз сезіндім. Қолымды созып оның иығына тигіздім. Ол қозғалды. Бірақ айналып маған қараған жоқ. Мен шындыққа тағы бір қадам жақындадым. Келесі күндері дыбыстар күшейді, оның жалған күлкісі, себепсіз телефонға қарауы, жұмыс деген сылтауы, маған деген суып бара жатқан назары. Бірақ мен айғайлаған жоқпын. Жыламадым. Себебі ішімде бір дауыс айтты. Қазір емес. Сабыр. Уақыты келеді. Бір күні енем бізге келді. Үйге кірген бойда ол мені құшақтады. Қызым деді. Маған шай дайындауға көмектесті. Сол кезде оның қолындағы неке жүзігіне көзім түсті. Жұқа алтын. Дәл Ержан екеуміз таңдаған стиль. Бірақ басқа модель. Әйел ұялып жымиды. Менің жүрегім бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Ертеңіне дәлел іздедім. Құжаттарды емес, сөздерді емес, көзқарасты. Енем мен Ержан сөйлесіп тұрғанда, олардың арасында әдеттегі ана-ұл байланысынан бөлек басқа бір жасырын тіл бардай көрінді. Сол түні мен көзіммен көрдім. Есіктің саңылауынан, қара түнде күбірлеген дауыстар тым жақын тұрған екі адам. Менің әлемім үнсіз түрде қирады. Бірақ мен әлі үнсіз едім. Мен әлсіз болмадым. Мен бақыладым. Өйткені кек сабырды жақсы көреді. Ал сабыр менде бар жалғыз қару еді. Бұл соңы емес дедім өзіме. Бұл бастамасы.
Кейбір адамдар дауыл көтеріп, жан-жақты қиратуды кек деп ойлайды. Менің кегім үнсіз. Жоғарыдан қарап тұратын су қыстың желіндей. Бәрін сездіреді, бірақ көрінбейді. Олар байқамады. Менің көзімде жылау емес, жоспар болды. Сол түні мен ештеңе айтпадым. Жай ғана түсінген адамдай тыныс алып, жастыққа басымды қойдым. Ержан жаныма келіп, «Бәрі жақсы ма?» деді. Көзі шаршаған, бірақ кінәсіз кейіп танытты. Мен оған қарадым. Бір сәтке жүрегім дір ете қалды. Өйткені мен әлі ол адамды жақсы көріп тұрғанымды түсіндім. Сол сұмдық ауырады. Шындықтың ең ашы жері алдап жүрген адамды әлі сүйіп тұру. «Иә, бәрі тамаша» дедім жай күліп. Бұл менің бірінші жеңісім болды. Өйткені олар мені білмеді. Тіпті жылдар бірге тұрған күннің өзінде мені шынымен ешқашан танымапты. Келесі күннен бастап мен рөл ойнадым. Тіпті өзімнің ойыма кейде сеніп қалдым. Жылы шай, жұмсақ дауыстар, қамқор көзқарас. Мен оларды ұйықтаттым. Менің күлімдеуім олардың тұзағы. Өйткені адам бәрі жақсы деп ойлаған кезде ең әлсіз халде болады. Бір күні енем үйге тағы келді. Мен оған бауырсақ қуырып қойдым. Қызым деп жылы сөйлестім. Ол риза болып шай үстінде Ержанның бала күнгі оқиғаларын айтты. Мен күлдім. Ол да күлді. Мен оны тыңдап отырып ойладым. Қалайша сен ұлыңның үйін талқандауға баттың? Бірақ жыламадым. Менің бетімде маска, қолымда жоспар болды. Ержан сол күні ерте келді. Үшіміз отырып тамақтандық. Сол сәтте мен олардың арасында құрмет емес, кінә сезімі барын көрдім. Жасырылған көзқарас. Тыныстың өзгеруі. Енем орнынан тұрғанда иығы дір етті, көзін тайдырды. Мен бәрін байқап тұрдым. Олар өз ісінен қорқатындай көрінді. Демек әлсіз. Әлсіздерден қорықпайсың. Оларды күтесің. Ұстайтын уақыт келгенше. Мен өзімнің кегімді қаржылықтан бастадым. Бірден емес, тамшылап. Ержанның компаниясындағы адамдармен жылы қарым-қатынас орнаттым. Мен бұрын үндемей жүретінмін, ал қазір тыңдадым, сұрадым, ақпарат жинадым. Адамдар сөйлегенді жақсы көреді, әсіресе өздерін ақылды етіп көрсеткенде. Арада 2 аптада мен оның бизнесіндегі әлсіз жерлерді білдім. Мен документтерді суретке түсірмедім. Көшірме жасаған жоқпын. Маған керегі шынайы факт, дәлелсіз ақ жүретін сөз бар. Кейде өсек ең қатты қару. Тек оны дәл уақытында шашу керек. Ал енем. Ол мені бұрын келін десе, қазір қызым деп жұмсаратын болды. Өйткені кінә адамды жұмсартады. Және кінәлі адам әрқашан өзін ұстап алады. Мен оған жылы болдым. Тіпті бір күні оны дүкенге бірге шақырдым. Ол қуанды. Сол жолда мен оған жай ғана бір сұрақ қойдым. Сіз жастық шақтағы ең үлкен қателігіңізді есіңізге аласыз ба? Ол селк етті. Қолындағы пакетті қатты қысып алды. Бетіне қан жүгірді. Әркімнің қателігі болады ғой, деді. Иә, дедім күліп, жұрт жасырған сайын ол қателік ауырлай береді. Ол көзін тайдырды. Жүрегіне ине қадалғандай болды. Мен ештеңе айтпадым. Қажет емес. Сөздің күшін сол кезде түсіндім. Тікелей соққы бермей, жүрекке жақын жерден жай ғана тиіп өту. Адам өзі күйіп кетеді. Түнде Ержан ұйықтағанда мен далаға шықтым. Тынысымды теңедім. Қолымда телефон болды, бірақ ешкімге жазбадым. Мен жалғыз емеспін деп ойладым. Өйткені менің қолымда бақылау бар. Ал кім бақыласа, сол жеңеді. Мен үйдің терезесіне қарадым. Онда жылулық емес, жалған жылу еді. Мен өз-өзіме сыбырладым. Мен құрбан емеспін. Мен бақылаушы болдым. Ал бақылаушы күтеді. Мен уақытымды күттім. Сабыр кейде пышақтан өткір. Келеді, барлығы келеді. Тек дұрыстап күте білсең. Біздің үй сүйіспеншіліктің мекені емес. Бұл енді соғыс алаңы. Бірақ соғыста айқайлаған емес. Үнсіз жүрген адам жеңеді. Мен жеңуге жақындап келе жаттым. Мен олардың көздеріне қараған сайын, жүрегім емес, ішімде бір мұз еріп жатты. Анандай болған әйел күйеуім деп сенген адам екеуі де менің көз алдымда тұрғандай.
Тек бір ғана ой болды. Мен енді жыламаймын. Мен жауап берем. Олар әлі де мені ақымақ санап жүргендей. Күйеуім. Айгүл, сен бізді дұрыс түсінбедің, бәрі жай. Енем де қосылып. Сезім деген болады. Судьба, бізде адамбыз. Мен күлдім. Жай ғана. Суық. Судьба. Онда мен де өз судьбамды жазайын. Мен бәрін заң жүзінде бастағым келді. Ұсақ кек емес, күйрететін. Ең алдымен үйде өз атымда екенін дәлелдедім. Банк шоттарын қорғадым. Олардың жасырын хаттарын, фотоларын құжатқа қостым. Адвокат жалдадым. Сотта олардың көзі шарасынан шықты. Мен бәрін жайлап фактімен айтып тұрдым. Адвокатым күліп қойды. Бұндай істер сирек. Сіз нағыз сабырлы жауынгер екенсіз. Күйеуім айқайлады. Айгүл, сен не істеп жатырсың өзіңе? Мен жай жауап бердім. Өзіме емес. Саған, екеуіңе. Енем төмен қарап отырды. Сол кезде ол сыбырлады. Сен бізді кешіре алмайсың ба? Мен оған тіке қарадым. Кешіру әлсіздердің жұмысы. Мен жай ғана әділдік орнатам. Соттан кейін бәрі үзілді. Күйеуім қаңғырып жүрді, жұмыстан кетті, беделін жоғалтты. Енемді туыстары мен таныстары сыртқа тепті. Олар мені кінәлады. Қатты кеттің деді. Отбасы бұзылды деді. Мен бір ғана сөз айттым. Отбасыны сатқындық бұзады. Мен емес. Сол күні кеште мен өз жаңа үйімде тұрдым. Жарық жылы. Бөлме тыныш. Қолымда кофе. Терезеден қала шамдары көрінеді. Мен солай бір сәт ойланып тұрдым да. Жымиып қойдым. Мен жеңдім. Мен тірі қалдым. Мен қайта тудым. Өткенімді өртеп жіберген секілдімін. Күлі ғана қалды. Ал енді мен өз өмірімді өзім жаза бастаймын.